Iblis Алланың дәргейінен қуларда қандай өтініш айтты? Iblis әуелде періштелердің ұстазы болып еді. Оның ілім дәрежесі өскені сонша, Әзәзіл деген құрметті атағы болды. Адамға сәжде етпей Тәңірдің дәргейінен қуларда бұрынғы еткен құлшылығының ақысын сұрады. Жаббар хақ, не сұрайсың деді. Iblis, 10 түрлі нығмет сұраймын. Бірінші, адам баласының арамнан жиған малына ортақ боламын. Екінші, бісмілдәсіз ішкен асқа араласамын. Үшінші, кімдегім арам іске ниет қылса, оның атын қамшылаймын. Төртінші, адам баласына көрінбей жүремін. Бесінші, қияметке дейін өлмейтін ғұмыр бересің. Алтыншы, адамның жүрегінен жай бересің. Жетінші, адамның қанында бірге ағып жүремін. Сегізінші, ғұсылсыздың көмейіне ұя саламын. Тоғызыншы, қалауымша көбейгім келеді. Оныншы, дүние байлыққа үстемдікті мен жүргіземін деді. Жаббар хақ, болсын, бірақ менің ықыласты құлдарымды тура жолдан тайдыра алмассың депті.